Рамазанмен жұмысқа сергек кірісу үшін кофе ішіп алған қандай? Бүгін көптен күткен біздің монтажға арналған ноутбугымыз келді. Осы сіз көріп отырған видео, осы ноутбукқа монтаж жасалынған. Осы ноутбукты сіздермен бірге бүгін ашайық. Сонымен ноутбугымыз келді. Біз ноутбукты өте ұзақтандадық, өйткені біздің жұмыста монтаж, редактура және басқа жұмыстың барлығы ноутбукпен жасалынатын болғандықтан бұның қуаттылығы өте маңызды болды. Әртүрлі маркалерді қарадық, Asus, HP және тағы да басқа маркалер. Соңында біз осы маркаға тоқтадық. Менің HP компаниясында жұмыс істейтін достарым HP Gaming Pavilion атты ноутбукты маған кеңес қылып берді. Сондықтан да бүгін сіздермен соны ашып көрейік. Міне достар, компьютер қара түсті, қатты ауыр емес, жеңіл, павильон деген жазу бар мұнда. Бірінші сезімімді айтатын болсам, қатты ауыр емес, бірақ салмақты. Енді қанша дегенмен гейминг ноутбук қой. Ноутбукта маған ұнайтын мәселе ол бір саусақпен экранды аша аламын ба жоқ па. Астын ұстамай аша алады екен. Кейбір ноутбуктерде бүйту керек, екіншісімен астын басып тұру керек қолмен. Сөйтіп ашылады. Бұда болса жақсы. Шарнирлері жақсы, қатты бос емес, немесе қатты да емес, орташа. Перне тақтасына келетін болсақ, перне тақтасы өте ыңғайлы деп есептеймін, өйткені дизайны бойынша қара түсті болып келген, басылуы ыңғайлы, ешқандай артық дыбыстар шығармайды. Бұл перне тақтаның ыңғайлығы. Мұна сандар жағы бөлек шығарылған, бұл да менің ойымша ыңғайлы. Енді бізде 1 терабайт SSD ішкі жады бар. Бұл енді SSD болғандықтан қосылуы тез болу керек. Соны тексеріп көрейік, қалай болады екен. Басылды. A few moments later. 4-5 секундтың ішінде бізде компьютеріміз қосылып жұмыс істеуге дайын. Енді бұл ойын компьютер болғандықтан мынандай жерінде қызықты дизайны бар. Өте сұлулықты береді бұл жерде. Комфорт жағына келетін болсақ, тачпад үлкен. Тачпадында саусағыңмен жылжытатын болсаң, біраз жерге жұмыс істей бересің. Бізде мұнда USB порт бар, HDMI-ға порт, LAN-ға порт және жаңа екендігінің, бұның современный екендігі USB емес, Type-C порт бар екені көрсетеді. Мына жағында тағы да бір USB порт бар. Бұл ноутбукты біз не үшін алдық? Әрине жұмыс үшін алдық. Сондықтан да қуаттылығы жайлы көрейік, қандай бұда параметрлар бар екен. Процессор, Intel'дің процессоры Core i7 10-шы поколение, яғни ең соңғы поколениедегі процессор тұр. Әрине, бұдан да қуатты процессор бар, ол Core i10 болып келеді, бірақ оны біз әлі біздің нарықта таппадық. Біздің жұмысқа Core i7 өте жеткілікті. Оперативті жадын айтатын болсақ, 8 гигабайт. Бұдан да үлкен оперативті жадтар бар, десек те біздің жұмысқа бұл жеткілікті. Біздің жұмыста маңызды характеристикалардың бірі ол видеокарта. Бізде видеокарта GeForce модельдегі видеокарта 1660 Ti деген жоғарғы дәрежелі видеокарталардың бірі. Видеокартаның жады 6 гигабайт.
Бұл ноутбуктың негізгі мақсатын бағана айтып кеттік, ол біздегі видео және фото монтаж. Енді осы ноутбукты қолданған адамдардың айтуы бойынша бұл іске өте қатты жарайды. Неге? Өйткені ауыр видеоны салған кезде компьютер ойланып қалмайды. Видео монтаж жасап жатқан кезде браузер немесе Microsoft Office-тың продукттарын ашып атсаң, оны да ойланбай, қиналмай жұмыс істей береді. Сондықтан да бұл өте үлкен плюс. Видео редактуры болсын, фото редактуры болсын, ешқандай бір қиналусыз жұмыс істей береді. Оған қоса, бағанағы айтқандай, перне тақталары өте кең орналасқан және басу қолдану өте ыңғайлы. Қуаты ұзаққа шыдайды, ешқандай қуаттаусыз 2-3 сағат белсенді қолдана беруге болады. Сондықтан да әрбір видео немесе фото монтаж жасайтын адамның арманы осы секілді бір ноутбук деп есептеймін. Қорытындылай келе, достар, бүгінгі біздің Unpacking HP Gaming Pavilion ноутбугына арналған болатын. Бұл ноутбукты біз жай ғана unpacking жасаған жоқпыз, бұны күнделікті осы сіздерге арналған видеоларды жасау үшін қолданатын боламыз. Біздің команданың тоқтауы осы ноутбук болды. Енді болашақта әрине әлі жұмысын тексереміз. Десек те, алдын ала біздің жасаған зерттеу бойынша нағыз тұрарлықты ноутбуктардың бірі осы. Сондықтан да сіздерге де біз егер де видео, фото, монтажбен айналысатын болсаңыз, HP компаниясы жасаған ноутбукты кеңес береміз. Егер видео ұнаса, лайк басып, төменге сіз қандай ноутбук қолданатыныңызды пікірге жазып кетіңіз. Біздің каналға тіркеліңіздер, келесі видеоны өткізіп алмас үшін колокольчикті басып қойыңыздар.